Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қою тағаммен өте керемет үйлесетін ащы салат жасайтын боламыз. Қонақ дастарханыңыздың да сәнін келтіріп тұрары сөзсіз. Барлық қоспаларды видео барысында айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен салатымызға қажетті барлық көкөністерді жақсылап жуып алатын боламыз. Содан соң қиярымызды алып, осылай ортасынан бөліп, содан соң қиғашынан, мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай орташа көлемде турап шығатын боламыз. Содан соң бізге болгар бұрышы қажет болады. Осылай әдемі көріну үшін салатымыз қызыл, сары әртүрлі түстен алып қолдансаңыздар, салаттарыңыз өте әдемі болып тұрады. Болгар бұрышын да жақсылап жуып тазалап алып, осылай ұзынша етіп, жіңішке етіп турап шығатын боламыз. Құрметті көрермен, видеоларым ұнап жатса, әрі пайдалы болып жатса, рецепттерімді жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз, және де алдағы уақытта қолжетімді заттардан әрі тегін мастер-класстар бөлісетін боламын, неше түрлі салаттар, торттар, пирогтардың рецептімен бөлісетін боламын. Сол үшін де каналымды жоғалтып алмас үшін тіркеліп, лайк басып, пікіріңізді қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Болгар бұрышын осылайша ұзынша жіңішке етіп турап алдық. Келесі кезекте алдын ала пісіп тұрған етімізді осылай төрт-бұрышты етіп турап салатын боламыз. Содан соң сәбізімізді алып, үккіштің көмегімен жіңішке бөлігінен өткізіп шығамыз. Салатқа қажетті барлық қоспаларды міндетті түрде описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Жасап жатқан адам санына байланысты көбейтіп, азайтып, қалауыңызша жасай бересіздер. Өте керемет салаттардың бірі, қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сәбізді осылайша жіңішке етіп, үккіштен өткізіп алып қостық. Келесі кезекте сарымсағымызды осылай майдалап турап аламыз, немесе оны да үккіштің көмегімен өткізіп алсаңыздар болады. Қыздар, сарымсақты қалауыңызша көп немесе аз етіп қоссаңыздар болады. Мен көбірек етіп қостым. Бүгінгі салатымызды кішкене ащылау етіп жасайтын боламыз. Содан соң осылайша көк пиязымызды және де кинзаны алып турап аламыз. Бүгінгі салатымыз кішкене ащырақ болғандықтан тағы да кішкене ғана ащы бұрыштың жартысын қосатын боламыз. Қыздар, ащы бұрышты толықтай бір бөлігін қосудың қажеті жоқ. Жартысын қоссаңыз да жеткілікті. Өйткені салатымыз қатты ащы болып кетеді. Немесе ұнатпасаңыз, қоспасаңыздар да өте дәмді болып шығады. Және де мен осылайша укроп қосып жібердім. Қыздар, мінекей салатымызды жинақтап алдық. Ендігі кезекте дәміне қарай 1 шай қасық қант, және де тұз, паприка, соевый соус, және де міндетті түрде қызып тұрған майымызды құйып, салатымызды жақсылап араластырып аламыз. Сәбізді үккіштен өткізіп болғаннан соң, жаңағы ыдысымызға салған кезде алдымен тұзбен араластырып, езіп қойсаңыздар жақсы болады. Мінекей мен соңынан араластырып жібердім. Осымен біздің салатымыз дайын. Бұл салатты міндетті түрде кем дегенде холодильникке 1-2 сағатқа салып алсаңыз, дәмі сіңіп өте керемет болып шығады. Содан соң арасына мінекей күнжіт қосып жібердік. Қоспасаңыздар да болады, және де бетте сәндік үшінде қосып жіберсек болады. Осымен біздің өте оңай әрі өте дәмді салатымыз дайын болды. Қою тағамдармен өте керемет үйлеседі. Сәндік үшін осылай бетіне күнжіт сеуіп жібердім. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Қонақ келсе де дастарханыңыздың сәнін ашып тұратын салаттардың бірі. Видеоларым ұнап жатса лайк басып, пікір қалдырып, каналымды қолдап, тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет.